мынадай аның минус 3 дәрежесі қосылған бұның минус 3 дәрежесі бөлінген а квадрат минус аб плюс б квадрат көбейтілген а куб б куб дейді. Мына бір өрнектің атын толымсыз квадрат деп атайды. Толымсыз квадрат деп атайды. Толымсыз айырманың квадрат себебі мына жерде минус тұр. Мына жерде 2 деген сан жоқ. 2 тан тұрса, онша толық квадрат деп атайды. Сондықтан толымсыз квадрат. Енді мына үстін қарайық. Үсті дәреженің қасиеті бойынша а кубтан 1 азайт қосу б кубтан 1 деп мына дәреженің аның минус n дәрежесі деген не бойынша жазып алуға. Солай ғой. Бүйтіп аның минус n дәрежесі ол 1 бөлінген аның n дәрежесі. Тура сол ережені қолдандық. Солай ғой. Сол кезде а куб минус аб а квадрат минус аб плюс б квадрат көбейтілген а куб минус б куб тұра берсін. Енді ары қарай. Енді мына бір ораны кәдімгідей ортақ бөлімге келтіреміз. Мына бөлімі тұра берсін. Енді мына ортақ бөлімге кетсек, мына алымын. А куб плюс б куб ортақ бөлім болады. Мынаған б куб келеді, мынаған а куб келеді. Солай ғой. Б куб пен а куб келсе, ортасы қосу тұр. Сондықтан мен сразу а куб плюс б куб деп жазсам, қосылғыштарын орнына ауыстырып. Солай ма? Солай. Енді а куб минус б куб тең. Ары қарай. Енді мынарда сатылы бөлшек тұр. Бөлшекті, мына бір бөлшекті мынаған бөл деп тұр. Сол кезде бізде мынада ереже бар. А бөлінген б бөлу с болса, а бөлінген б. Енді мынау қайсымен көбейтіледі деп ойсыз. Мына бөлімде 1 бар деп ойласаңыз, мына с мына б-ның қасына кетеді. Бұл а бөлінген б көбейтілген 1 бөлінген с болады. Сөзде мына жерге сол ереже бойынша а куб плюс б куб, мынада а куб көбейту б куб көбейтілген а квадрат минус аб плюс б квадрат болады. Міне. Көбейтілген а куб плюс көбейтілген б куб болады. Енді мынардағы мына біреумен мына бірді қысқартып жіберме болады. Көбейту тұрғандықтан. Енді үстінде қарап тұрсаң, екі өрнектің кубтарының қосындысы тұр. Екі өрнектің кубтарының қосындысы. Енді екі өрнектің кубтарының қосындысы солға неге тең еді? А плюс б екеуінің қосындысы және екеуінің толымсыз квадратының айырымына тең деп атайтын. Толымсыз квадратының айырымы. Толымсыз квадраттың айырымы. Бөлінген а квадрат минус аб плюс б квадрат. Болды. Толымсыз квадраттың айырымы. Көбейтіліп тұр, сондықтан мынаны қысқартамыз. Нәтижесінде бізде а плюс б қалады. Міне, жауабымыз осы болады.